арқылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалшан, дышымдықы саатқа бойлы мүлімат. Милили халар мұйым стратегик юнелештір. Қырым ел башчысы вице-премьер везір Ирина Кивиконин құрышты. Ичтимай меселелер. Жанкой районы Луганская койының сәкенлері қасиветленелер. Қырым Девлет архивы 100 елығыны қайдете. Ахмезжетнің авалиманында 18 асырға айт уникаль весіқаларыны тақдим еткен сергі açılды. Проблемсыз дегіл аманеті олажақ. Чуқурча қасабасында яны балабақчасы açılacak. Бисерный Крым. Қырым этнографик музейінде яңы сергі açılды. Бұл везеге хаберлер ақта бозым яйнымызда. Жумхуриетіміздің башы Сергей Аксенов везерлер шурасының рейс муавені. Қырымнан Малия везері Ирина Кивиконин Курышев кечірді. Тедбір девамында Қырым Жумхуриетінде Милили халара мелге кечірлеві мевзусы музыкере етілді. С вами заключили 66 соглашений на общую сумму 78 миллиардов рублей в рамках реализации национальных проектов, которые указаны в указе президента Российской Федерации. Договариваемся по форме отчетности, что ежемесячно все докладывают министерства и ведомства, то есть о выполнении взятых на себя обязательств в рамках этих программ. Значительно расширили функции проектного комитета, который создан при главе республики, при вас. Теперь это не просто у нас с вами высший коллегиальный орган по вопросам проектной деятельности, но и центр формирования и обеспечения решения всех стратегических задач, которые стоят перед Крымом, чтобы каждый крымчанин увидел, что к 2024 году мы достигнем целей и жить всем станет намного лучше. Сергей Аксенов Қырым Жумхуриетінде сайлав комиссиясының яны теркі шекілені башламасы ақта эмир берді. Қырым ел башчысы саяси фирқаларға вежемет бірлешмелеріне намзетлеріні белгілемеге тевсие етті. Сайлав комитетінің еда азасы ақта сөз көрсетілі оларыны Қырым ел башчысы тайынлей ве бұ адамларының рей қарар чықаруға тесір ете білем. Кім қан токмеге істей. Украинадаки экстремистлер қайтарма деп адландырылған яны қанунсыз силалы құветлеріні яраталар. Оларының əsas мақсады Қырымға женкнен кірмектір. Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек қайдеткеніне көре батальон яратылуының артында экстремистік сәлған Веруседе сақ етілген меджлис тешкілятының векілері туралар. Парламентарий Қырымда әрбір иджат шерефле тек селянин ойын олмаз деп белгіледі. Бір sıra экспертлер ise яңы құвет пейдаулығыны Мұстафа Джемилев, Вели Нур Исламов арасында зидиет артқанының нетижесідір деп саялар. Чуқурча қасабасында тезден 260 ерлік яңы балабақчасы açılacak. Ама комиссия лейха сметасында бір қач хат атапты. Бұл меселіні мұхберлеріміз огренділер. Ершей парлах, дилбер ве асы балалар үшін онайтлы. Коммуникациялар кечірілді. Құрыжылар ишны бітірділер. Бала бақчасы açылуға азыр, амма. Комиссии были выявлены некоторые замечания по готовности. На самом деле объем работ не выполнен еще. Он не столь велик. По нашему мнению, в кратчайшие сроки подрядчик способен это исправить. Комиссия мағазны бегенмеді. Анда борудан сувақа дивардамлы ве құрыжылық мальземелері қалдырылған. Тешкергенлер бұны эпосыны көрділер. На сегодняшний день мы посетили уже готовый, завершенный строительством объект. На детский сад на 260 мест стоимостью порядка 250 миллионов рублей. Объект полностью завершен строительством. Тыш қызметші хатаны бала бақчасының лейха тізіжілері қачырдылар деп ишандыра. Вебу екене проблема дегілдір. Здесь набухающие грунты, которые необходимо было заменять для фундамента в данном детском учреждении. Искусственный фундамент, искусственное основание фундамента. Соответственно, очень большой был объем грунта здесь вывезен. Бұнен бірге яны бала бақчасына ел кечірілмеді. Тешкергенлер эпысы хаталарыны доғыртылмасы ақта шарт қоялар. Тыш қызметші эпысы хаталар ратлық күлері içinde доғыртылажағы ақта сөз берді. Объект әнді келечек авто эксплуатацияға тапшырылажақ. Севиля Меметова, Айша Шулакова, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Ахмезжетте протезлер япқан ве реабилитация кечірген меркез пейдаулажақ. Ахмезжетнің мемориеті ичтимай жеттен мұйым олған лейхаға қол тұтты. Жумхуриетімізге более меркез пек керек. 21 беңдендяде Қырым-Сакины более қызметлерге мұқтач. Мойсесе бір елда орта дәрежеде 4 бенге яқын адамға қызмет көстережек. Бұнен бірге имканлары сынырлы олған адамлары үшін иш ерлері яратылажақ.
Бозуқ yollar, ярықлату ве бала мейданларының олмағаны кібі проблемлер. Жанкой районы Луганска койының сәкенлеріні ратсызлаған меселелер жедвелі эксілмейп. Мұғбірімі Султане Истакаева бұл көйге барды ве ерлі сәкенлерінен субетлешті. Фельдшер Ильяна Абкелямова өз çalışқан еріні көстере суық одада ой күн 30 адамны қабыл еті. Бұ әм балалар, әмді бұйыклер. Шымды тек қыздырғычлар құртаралар. Нам приходится включать 2 обогревателя, и к обеду тут можно принять людей. То есть имеется в виду детей маленьких, уже в теплом помещении. Диварларда чатлаған сыва, ешілген таванлар, пенжерелерден суық келе. Одаларда арарет 10 градустан зияде көтерілмей. Сәкенлер тибби ноқта бойлы вазиетте олғанына шикайет етелер. Ночью вызываешь, она бьет, и днем. Только надо помощь ей. Надо тепло, вода и полы сделать. Еще один медработник, потому что она бедная. Она и детей, и взрослых, и по деревне бегает. И по деревне бегает. Койге да бір қач ел әвелсі газ кечірілген еді. Амма фельдшер Эбанай ноқтасында газ әлі да жоқ. Буақта тек газдар қатқан бору хатырлата. Ну, вопрос был как немного закрытый, потому что не была оформлена земля. Мы эту землю оформили сейчас, но вопрос стоит. Даже не думается, чтобы ее даже делать. Ерлі мектепте де вазиет айны. Мында одалар комур ве одуннен қыздырыла. Бұндан да ғайры бинаның оқ тарафы бозылған. Тамир ішлеріні япмаға керек. Мектеп мудирінің малюматына көре бұ сене капиталь тамирге ве қоралануға 5 миллион рублей айырылды. Газификация лейхасы да ишлеп чықарылажақ. Ограждение уже будет у нас на будущий год. И, по-моему, с поддержки Сергея Валерьевича Аксенова. У нас очень много проблем. У нас проблем очень много в селе. Бозуқ yollar ярықлану ве атта бала бақчасы біле yok. Бұ да атолу жедвелдігіл. Автобус раньше ездил к нам сюда на центральную остановку. Теперь он ездит, потому что плохие дороги. Здесь у нас темно, ночью выйдешь, выколи глаз, ничего не видно. И детская площадка, обещали, что будет детская площадка, но по сей день ее нет. Проблемалар бітмей, кой сәкенлері мал бақмаға ер тапалмайлар. Бұтын бош топрақлар фермачыларға дарқатылған. У многих есть по одной хотя бы корове. Вот, мы многодетные, здесь многие многодетные, как бы свою семью хотелось бы, молоко нужно, но теперь нам негде пасти. Вот это поле, которое вот находится за нами, его кто-то забрал и спахали. Қалған отлақлар етішме, малларны чықармайып, ақырларда бақмақ есе, бұйық параға тушы. Кой шурасының елбашчысы аңлатқанына көре топрақлар пайшіклерге, яғни кой сәкенлеріне дарқатылды. Олар есе арендаторларынан çalışалар. У нас только в границах населенного пункта. За границей все этими землями не располагают. Шымды малларны тек койден ұзақта ерлешкен бош тарлаларда отлатмақ мүмкін. Яда топрақ кираға алынмақ керек. Яқында койде меркези соқақны тамир еті башлажақлар әнді епсі весеқалар азыр. Обязательно. Улица Ленина, вы 16 миллионов. Будет стараться уже начать ремонт, потому что у нас дорога совсем разбита. Жанкой районында Марина, Тойтобе, Авуз 40 ве Авуз Кенегес көйлерінде де yollar тамир етілежек. Бұл мақсатларға 43 миллион рублей айырылды. Султане Есидакаева, Владислав Кравцов, Миллет Ичун. Қырымда сененің башындан берлі қызамы қасталығынен олған вазиет кергінлешті. Зарарлану валары қайды тіле бұақтар Роспотребнадзор региональ арай дариясының ребері баш девлет санитар екімі Наталья Пеньковская білдірді. Кечкен сененің нәтижелері бойынша ярмадада 40 адам қызамы қасталығына оғрағаны белі олды. Бұнен берабер 4-тен бір қысымы қомшу девлеттен көрсетілген еді. Ситуация не стабилизирована, у нас нет вторичных очагов, это большой плюс, но у нас, к сожалению, есть семейные очаги, то есть это очаги, когда в семье заболевает один из членов семьи и остальные лица, которые оказались не привиты против кори, они также, к сожалению, заболевают, то есть есть семейные очаги. В структуре причин лиц заболевших 90% это лица не привитые, либо привитые в нарушении календаря профилактических прививок. Роспотребнадзор идаресінің ребері қайдеткеніне көрен, бабалар арасында профилактик ашламалар япмаға істемеген аллар расткеле, олар балаларына ашылама керек ме деген фікір дейлер. Қызамы хасталығы ең сық Ахмезжет Бақчысарай Ақияр Жанкой сақшерлерінде ве Құрман ве Ахмезжет районларында расткеле.
В таких случаях дети отстраняются от посещения учебного заведения, они ходят в образовательное учреждение, государственное образовательное учреждение, а государство сегодня настаивает на том, что прививка против кори является обязательной. Қырым Девлет архивы 100 елық юбилейні қайдетте Ахмеджетнің авалиманында 18 ғасырға айт уникаль весеқалар эсасында açılған сергі тақдим етілді. Мевзуны Энвер Аблазиз девам етем. Қырым архивіне 100 ел тола Ахмеджетнің авалиманында бұл санға бағышлап серги тақдым олынды. Оны Қырым Русия тарихында деп адладылар. Бұл ерде 18 ғасырға айт уникаль весеқалар тақдым етілген. Оларның сырасында Шахин Герай ханын Долгоруковға язған мектубы ве Мансуровлар сүләлесінден олған Қырым марзаларының ағзави халық ижады әсерлерінің жиынтығы да бар. Шахин Герай у нас очень интересный тоже есть 1781 года. Письмо Долгорукову. В 16 году мы, собственно говоря, вроде бы как знали об этом письме, но только в 16 году мы, например, обнаружили, что это документ уникальный. Нигде он не отложился только в фонде нашего Государственного архива Республики Крым и заверен наперстной перчаткой. Сергеде 2 Екатеринаның мектуплері 19 ғасырның орталарынан 20 ғасырның ортасына қадар Қырымда курорт ве туризмын кешафы ақта весеқалар. Бақчысарай шер башы вазифесіне тәйленгенде Исмаил Гаспринскийның ант этуф метні тақдим етілді. Мы отмечаем таким образом две даты. Первая дата — 5-летия, конечно, Крымской весны. Вторая дата — это 100-летие нашей архивной службы Крыма. Безусловно, эта выставка как бы сегмент того, чем обладает сегодня, богатством, которым обладает наш Государственный архив Республики Крым, наши муниципальные архивы. Только маленькая толика. Мы только приоткрыли историю нашего полуострова, попытались самые яркие такими мазками изобразить, попытаться отобразить, точнее, нашу историю. Сергеде Қырымнен Санкт-Петербург арасында олған медени бағыны акс етірген 12 стенді бар. Это одно из таких мероприятий, я считаю, что оно очень важно. И не случайно эта выставка расположена именно в аэропорту. Это важно не только для крымчан, но и для всех, кто посещает наш полуостров, знать историю Крыма. Әр ел авалиманы миллионларca туристлеріні қабул ете. Бойле Сергейсе оларының әр бірісіне Қырым тарихы ақта білгелеріні артырмаға ярдым етecek. Teşkilatçılar Sergi meydanını seçkende tamam бойле мақсадыны көз өгіне алған еділер. Новый терминал был своего рода арт-пространством, площадкой для проведения различного рода мероприятий, культурных мероприятий, научных мероприятий. И мы хотим, чтобы аэропорт стал не просто объектом транспортной инфраструктуры, чтобы он стал таким полноценным участником культурной жизни нашего региона. Sergi en azından turistik mevsiminin başlamasına kadar devam edecek. Enver Ablazиз, Эльдар Заитов, Millet için. Озыр абасында 3 кило қара хавиарны қанунсыз шекілде алып кечірген Қырым сакеніне жаза тәйінленecek. Махкеме давасы Русия Федерациясының қызыл китабына көрсетілген вайрыжа қиметлі сайылған су биологик ресурсларында контрабанда япылғаны бойынша ачыла. Жинайетчіні Ақяр елында сыныржылар дәресінің хадимлері яқыладылар. Ахмеджет сакені жинай месулетлікке чекілді. Гаспринский адына китапханеде белі Қырым татар шайры Реза Халетнің 100 елғына бағышланған тедбір кечірілді. Бұл инсан СССР язычылар бірлігінің азасы 20-ден зияде китапның муйлефі. Оның севем сені өмір деген ilk ширлер жиынтығы Ташкентте 1964 тенесі дүния юзыны көрген ада. Сонра оның Қырым татар, рус ве қазақ тілерінде бір sıra китаплары да нешір етілді. Реза Халет 2 қызыл елдіз орденіне наил олғаныды қатыр ақшамның тешкіл етуінде Қырым татар язычылар бірлігінің векілері іштірак еттілер. Олар шайырнен күршівлер ақта олған қатыраларынен паляштылар. Бойынжақлы Қырым. Бойли серлеванен Қырым этнографик музейінде сергі açılды. Анда бойынжақнен япылған 300 иш тақдим етілді. Оларның сырасында ем еркезге белі олған қадын илванлары, емді интерьер донатмалары да бардыр. Шымды бұл санат есірлеріні ербір істеген көре біле. Тесуратлар алтында бұзы мұхбіріміз Наджие Саевада қалды. Татьяна Михальченко бойынша қорывынен 7 елдан берлі оғраша. Бүгін оның ишлері этнографик музейінің диварларыны яраштырды. Сначала это начиналось как хобби, впоследствии оно трансформировалось в то, что многие работы у меня приобретают. Хотя я все равно считаю, что это в первую очередь больше хобби, то есть выражение моей души, а не какой-то вот бизнес или работа.
Bundan da gayrı ustalar yarımadamızına tasvir etken panoны nağışladılar. İşini boyuncak topluluğunun 10 yılına bağışladılar. Здесь принимало участие 13 мастеров, то есть пару человек, 2 квадратика сделали. Обсуждение мы начали в январе-феврале 2018 года. Это как раз был год десятилетия наших встреч бисерных мастеров. И в мае мне уже начали приносить первые квадратики, а в августе уже я доделала все панно. Kırım manzarası olğan panonu etnografik muzeyine ideya ettiler. Sergide tekstil, sırf tabi renkli ve Swarovski taşlarından yapılgan mahsulatlar var. Можно комбинировать бисер с такими материалами, как текстиль, как натуральные полудрагоценные камни, камни Swarovski, ну все что угодно. В общем-то, это не только плетение, это и вышивка. Здесь присутствует и вязание крючком с использованием бисера, и техника на стыке бисероплетения и фриволите, которая называется анкарс. Bu icat çeşitine merak kun-kunden arta. Usta ve şagirdler daimi araştırmalarda bulunalar. Onların işleri şehir, rayon ve vilayet seviyesinde ötkürülgen sergilerge çıkarıla. Naciye Isayeva, Akim Bekirov, Millet üçün. Қырым пайтақтында мартның 7-сінде байрам мұйтыны яратқан троллейбус қатнайжақ. Бұл халқара қадын қызлар күнінен Ақлет везірлігінің бақшышы. Крым троллейбусы дәресінде хабер етілгеніне көре араба плакатлар ве ава тупларынын яраштырылажақ. Бойле троллейбус Ақмесжетінің меркези соқақларыны кечіп, Новоромановка Свобода маршруты бойынша юрежек. Арабаға кірген қадынларны мөсесінің қадимлері хайрлавлар ве чечеклерінен қаршылайжақлар. Ойынлар, юректен чыққан ерлар ведигер нумайышлер. Несель ансамблі 5 яшыны толдырды. Белі коллектив доған күнінің оз халқы арасында қайдатты, тақымнелер яшады ве әрші насыл яратылған адам. Тавсилатлы Мухаммед Зикерияев тариф етежек. Бірінші ел чырпамылар ве санада несель ансамблі ве оның ребері Эрнест Пыртықов туралар. Стараемся каждый год показывать отчетный концерт для родителей, для гостей, чтобы нас знали, чтобы нас поддерживали. И тем самым мы популяризируем свою культуру. Беди ребернің білдіргеніне көре яқшы ойыншыны тәрбиелемек үшін оңа өз көңіліні бермек керексін. 10 яшлы Ескендер Куртситов 3 жылдан берлі бұйық санада шығышлар япа. Во-первых, это моя мечта танцевать, а во-вторых, для близких танцую. En heyecanlı nümayişlerden biri sürgünlük tarihinden alınған parça oldu. Çoğusu seyirciler көз yaşlarını tutup olamadılar. Konser zalda çeşit yaşlı adamlar var edi. Bir kimse pervasız kalmadı. Yok, bir kere geldik ama güzel. Hepsimizni beğenemiz işte. Böyle konsertler çok olsa daha yaxşı olur. Коллективнің баш мақсатларından biri чет елде нумайышқа çıkıp öz milli medeniyetinin dülberligini ve özgünligini göstermektir. Muhammed Zikriyev, Akim Bekirov, Millet üçün. Бұл сізлеріні Эркун Қырымның ең актуаль хаберлерінен таныш темасы егер сізні бірде бір меселер атсызласа, ядай чтимай жеттен мұйым ирішменіз олса, бізім қызметімізге хабер етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіз. Шындылық бұл мәліматларының епседі кележек хаберлер программасыны қачырмаңыз, бозілі олыңыз.